Номері 5-ші жалпы орта білім беретін мектебінің 11-ші А сыныбы. Бізге осы мектеп білім беріп қана қойған жоқ, бізді адам етті. Әрбір ұстазымыз біздің ішкі дүниемізге шырақ жаққан жан. Әрбір досымыз балалықтың тәтті сәті. Осы Алтынұя мектебімізден кететінімізге әлі де сене алмай тұрмыз. Мұғалімдердің ақыл кеңесі мен жанашыр сөздері мәңгі жадымызда сақталады. Әрбір сынып сағаты, әр үзіліс, әр сабақ біз үшін ерекше естелікке айналды. Мектептің иесі, парталар, тақта бәрі де бізге ыстық. Қоштасу сәті келсе де жүрегіміз мектеппен бірге қала бермек. Болашақтағы өзімізге арман мақсаттарымызды еске салатын хат жаздық. Болашақтағы өзімізге жолдаған осы сөздер өсуіміз бен дамуымыздың кілті болсын деген ниетпен жазылды. Сол жылдарды ұмытпау үшін біз бүгін осы аршаны отырғызып тұрмыз. Бұл жай ғана ағаш емес. Бұл мәңгілік символ. Арша ағашы қысқа да жазға да төзеді. Қиын күнде де, жарқын сәтте де көгеріп тұрады. Ол менің мектеппен қоштасуымның, бірақ естеліктермен байланысымның символы. Бәлкім біз кетерміз. Уақыт өте өмір өз арнасына түсер. Бірақ мына арша біздің жадымыздан бөлінбейтін бір бөлшек болып қалмақ. Күз келсе де жапырағын тастамайтын, қыз түссе де солмайтын, жыл өткен сайын тамырын тереңге жіберетін, дәл мен сияқты арман қуған түлек. Біздің балалық шағымыз осы мектептің ауласында. Енді біздің қолтаңбамыз осы мәңгі жасыл аршада. Қайта айналып соғар болсақ, біз бұл ағашты танып келеміз. Себебі ол біздің жүрегімізбен өскен. Рахмет саған, мектебім. Мына арша саған деген алғысым. Біз осы мектептен үлкен өмірге қадам басқалы тұрмыз. Бұл мекен бізге тек білім беріп қана қоймай, туған өлкемізді сүюге, құрметтеуге үйретті. Енді біз туған жерімізге өз үлесімізді қосқымыз келеді. Табиғатта аялау болашаққа қалдырған аманат. Сол себепті біз көгалдандыру, ағаш отырғызу, қоғамдық орындарды абаттандыру сияқты игі істерге белсене атсалысамыз. Бұл әрекеттеріміз арқылы өзімізге өмір сыйлаған өлкемізге алғысымызды білдіргіміз келеді. Туған жер біздің ортақ үйіміз. Оны көркейту әрбіріміздің парызымыз. Түлектердің қолтаңбасы расымен де мәңгілік жасыл бақ. Бүгін 17 сәуір 2025 жыл. Біз 2025 жылғы түлектер бүгін арша ағашын отырғыздық. Арша ағашын таңдаған себебіміз арша ағашы мәңгілік жасыл ағаш болып саналады. Біздің жетістіктеріміз осы ағаш секілді өсіп өне берсін.